Бәріңе сәлем, сіздермен бірге 362 студия. Бүгін біздер Python'нан қарапайым ойын жасайтын боламыз. Ең алдымен сіздерге айтатыным, бізді қолдау үшін лайк басып, бейнені достарыңызға жүктеп, арнаға жазылып отырыңыздар. Бізге бұл үлкен қолдау болады, және видеоны шығаруға деген ерік-жігер емес, мотивациямыз яғни көбейетін болады. Ең алдымен біз PyCharm'да жасайтын боламыз ойынды. Ал егер сізде PyCharm болмаса, мен сізге ұсынар едім PyCharm'да жазуды. Оны қалай жазамыз? PyCharm'ның ең алғашқы сайтына кіреміз, JetBrains. Және де бұл жерде жазу. Бұл жерде сіз профессионалды басып жүрмеңіз. Бұл жерде профессионал болса, бұл жерде платный болады. Ал комьюнити баршаға ортақ, яғни тегін болады. Егер де сізде жазуға деген мүмкіндік болмаса, сізге ұсынатыным Python'ның кез келген онлайн компиляторына кіруге болады. Кез келген. Немесе мынаған. Міне осы. Және де біз кодты жазып бастасақ, ең бірінші бізге import random'ды керек. Random'ды импорт арқылы шақырып аламыз. Number thing random ranting бірден 100-ге дейін. Ойынды түсіндіріп кететін болсам, бұл ойын негізінде бірінші саннан 100-ші санға дейінгі аралықта санды табу. Бұл ойын санды тап дейтін ойын болады. Өзіңіз әр санды жазып отырасыз. Мысалы 50 дейсіз, 50-ден тым жоғары болады, немесе тым төмен деп бізге бағдарлама айтып отыратын болады. Бұл жерде біз рандом енгіздік. Рандом арқылы біз кез келген компьютердің кез келген санды ойлауын ұйымдастыра аламыз. Және біздің келесі жазатынымыз ол print, яғни ойынға кірген адамның қалай айтсам болады, ойынға кірген адамды құттықтай алуға болады. Мысалы, сіз ойынға қош келдіңіз, құттықтау дегенде қарсы алады. Сіз ойынға қош келдіңіз, сіз деген секілді біз жазатын боламыз бұл жерге. Қалай жасақ? Бірден 100-ге жоқ, ойынның атын жасақ. Санды табу ойынға қош келдіңіз. Ойынды табу ойынына, санды табу ойынына қош келдіңіз. Print. Мен сіздің санды табатыныңызға сенемін. Циклын құрастырамыз. Бұл жерде табу. Егер сан өз болжамды енгіз. Осылай жазып кетеміз. Өз болжамыңды енгіз. Және де бұл жерде ойын циклін басып да жаздық. Одан кейінгі егер сан рандом бойынша сан мен сан сәйкес келетін болса, жазып кетеміз. Сан тең болатын болса, жерде шығарамыз. Құттықтаймын. Сіздің саныңыз дәл келді. Осылай. Егер де сан
рандом дұрыс келмеген жағдайда, егер if сан жоғары болған жағдайда, рандом ойлаған саннан жоғары болған жағдайда шығарып беру керек бізге print арқылы сіздің болжамыңыз тым жоғары қай көріңіз дейміз. Және де тағы да бір, егер сан тым жоғары болатын болса дегенді енгізу керек бізге. Тым төмен болса. Қателестім ау деп. Else print. Бұл жерде сан тым жоғары болатын болса осылай, егер ондай болмайтын жағдайда шығарып беру керек бізге сіздің, бұл жерде қалай жаздық, сіздің төмен деп қою керек бізге. Төмен. Біздің алдыңғы жазған C++ калькуляторымызда әрбір жолдың соңына нүктелі өтір қою керек болатын. Ал бұл жерде Python тілі болғандықтан бұл жерде қойылмайды. Сіздерге түсініп кеткен. Яғни ойынымызды байқап көрейік. Өз жаңа сан табу ойынына қош келдіңіз. Мен сіздің санды табатыныңызға сенемін. Өз болжамыңызды енгізіңіз. Мен енгізіп көремін 50. Менің саным тым жоғары дейді. Мен мүмкін 25. Тым төмен. 30. Тым төмен дейді. 35. Тым төмен. 40. Тым төмен. 45. Тым жоғары. 42. Тым төмен. 44 онда. Құттықтаймын, сіздің саныңыз дұрыс келді дейді. Міне осындай қарапайым ойында Python жазған болатынбыз. Егер осы жазғаның кодтарды сіздер алғыларыңыз келсе, менің Telegram арнама өтсеңіздер болады. Бұл жерде сіздер бұл кодтарды көшіріп, өз компиляторыңызға немесе бағдарламаңызға қоя аласыздар. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, арнамызға лайк басып, жазылып, достарыңызға жіберсеңіздер болады. Себебі бізге сіздің қолдауларыңыз өте маңызды. Айыңыз оңынан тусын.